Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда күрделі заттардың тағы бір түрі қышқылдарды қарастыратын боламыз. Қышқылдар дегеніміз сутек катионы мен қышқыл қалдығынан тұратын күрделі қосылыстар болып табылады. Қышқылдар құрамына қарай екі түрге бөлінеді. Бірінші, оттекті. Екінші, оттексіз. Яғни ат айтып тұрғандай, құрамында бірінші қышқылдық түрінде құрамында оттек болу керек деп тұр. Мысалы, H2SO4, H3PO4, HNO3. Ал оттексіз қышқылдарда оттек болмайды. Мысалы, H-хлор, H-фтор, H2S. Ал сутек атомының санына қарай үшке бөлінеді. Бір негізді, екі негізді және үш негізді. Демек, сутек біреу болса, ол бір негізді болады. Ал сутек атомы екеу болса, ол екі негізді. Сәйкесінше сутек атомы үшеу болса, ол үш негізді қышқыл болып саналады. Қышқылдардың алынуы. Қышқылдардың алынуы үшін, мысалы, оттексіз қышқыл алынуы үшін сутекке күкіртті қосамыз. Сол кезде H2S деген қышқыл пайда болады. Немесе сутекке хлор қосамыз. Реакция нәтижесінде H-хлор деген қышқыл пайда болады. Және оттекті қышқыл алу үшін қышқылдық оксидке су қосамыз. Сол кезде реакция өнімі ретінде бізде қышқыл пайда болады. Қышқылдардың атауына келер болсақ, ол оңай. Мысалы, оттексіз қышқылды алайық. H2S. Бұл жерде бірінші бейметалды, яғни екінші тұрған бейметалды атаймыз. Бұл жерде S күкірт. Оған сутекті қосамыз. Яғни сутек деген сөзді қосамыз. Сол кезде күкірт сутек деген сөз пайда болады. Яғни бұл күкірт сутек қышқылы. Немесе H-хлор. Бірінші оң жақта тұрған элементті жазамыз. Одан кейін барып сутек деген сөзді қосамыз. Ал үш элементтен тұратын қышқылдарды оның ортасында тұрған элементке байланысты айтамыз. Мысалы, H3PO4 бұл фосфор қышқылы. Немесе H2SO4.
ол күкірт қышқылы. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.